Сәлем достар, сіздермен мен Мадина Дәулетбек қызы. Бүгін Алматыдағы Шымалған базарын аралап келейік деп шықтық. Базарға бармас бұрын Елтайда кофе ішетін жер ашылыпты, сол жерге кіріп, кофенің дәмін татайын деп кірдік. Енді іші жақсы жасалған екен, узорлары бәрі әдемі қып, атмосферасын бәрін күшті жасап қойыпты. Өзі кішігірім болса да, бірақ ішінде бар жағдай жасалып қойыпты. Кафеттер бар екен, кафелер бар. Әңгіме айтып отырып, құрбыңмен кофе ішетін жер екен. Конфеттің неше түрлісін алып қойыпты. Сонымен бір стакан кофе алып іштім. Бір стакан кофе 700 теңгеге шықты. Ал кеттік, ендеше кофемізді ішіп алдық, базарға қарай жол тарттық. Мен базар аралауға дайынсыздар ма? Қазір мен сіздерге Шымалған базарын көрсетемін. Бұл базарға көбінесе қай жақтан келеді айтайын ба? Исаевтан келеді, ар жақта Көкөзектен келеді, Жетісу, Елтайдың адамдары осы жерден керекті заттарын алады. Бұл жерде тұрмысқа қажетті заттардың бәрі бар десем де болады. Не іздесеңіз, осы базардан аласыз. Ал біз бүгін базарға келудегі мақсатымыз үйге шыршалар, көшеттер алайық деп келдік. Бір жағы Наурыз көженің заттарын алайықшы деп келдік. Тағы да нелер бар екен, көреміз. Ал енді Шымалған базарының ішіне кірдік. Бірінші Наурыз көженің заттарын сататын жерге келдік. Атықтан бастап Наурыз көжеге не қажет, соның бәрін түгендеп алдым. Видео түсіріп жатсам, ана кісі менен сұрап қояды: қызым, не түсіріп жатсың дейді, ютубқа видео түсіріп жатырмын десем, киімін жөндеп қояды. Мені біреулер көретін шығар дейді. Ана кісіні танитын адамдар бар ма? Бар болса комментарийге жазып кетіңіздер. Сонымен Наурыз көженің заттарын алып болғаннан кейін шырша сатып алайық дедік. Кішкентай кәдімгі шыршалар болады екен ғой. Есігінға егіп қоятыншы. Сол жаққа қарай бет алдық. Мына жолда көкөністердің ұрықтары бар екен. Соны барып, оларды да көріп қойдым. Қазір егем ба, екпейм ба білмеймін. Бірінші көшеттерімізді алып алайық. Осы көшеттерімізді егіп алайық. Потом көкөністерді көре жатамыз. Шыршаларға келдік. Енді мына жерде неше түрлі шырша бар екен. Алманың көшеті, өріктің көшеті, содан кейін жаңғақтың көшеті, жүзімнің көшеті. Не бар? Гүл, роза гүл, бәрі бар екен. Сонымен біз 6 тал шырша алатын болдық. Бірақ енді бұның түбіндегі дәу томардай нелер бар екен, заттары бар екен. Соны бізге алып кету жағы кішкене қиын болды. Біз таксимен келгенбіз. Енді не істейміз деп ойландық та. Кішкене тауық жаққа барып ойланып келейік дедім да. Потом, Құрмет бар еді ғой, Құрметтің газелі деп, Құрметті шақырттық. Сонымен Құрметті күтіп тұрмыз. Қазір ол газельмен келеді. Содан кейін көшеттерімізді, шыршаларымызды алып кетеміз. Мына жерден бір тауық аламыз, көреміз. Сонымен Құрмет келгенше сіздерге базардың ішіне кішкене обзор жасап жіберейін. Шымалған базары ойбай деп келгенде не бар деп айтпасын деп базардың ішін бір аралап шықтық. Көріп тұрғандарыңыздай, базардың ішінде люстра бар. Люстралардың бағасы 12 мыңнан басталады екен. Үйге перделер бар, тағы да өстіп аралап жүрмін.
Ал достар, бүгін міне Шамалған базарын араладық. Шамалған базарына кішігірім болса да обзор жасадық. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Видео ұнап жатса лайк басыңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесіде менің видеоларымды өткізіп алмас үшін комментарий жазып кетіңіздер. Келесі видеомда көріскенше күн жақсы